хабар қалайсыз? Сәлем, бәрі жақсы, рахмет. Бүгінгі күніңіз қалай басталды? Ой, бүгінгі күнім мен онлайн банктен басталды. Неге деп сұрайсыз ғой? Төлемдерді бүгін атқардым енді. Ана жақта поставщиктер бар, заказчиктер бар, соған бәрі сол онлайн банкпен басталды. Кәсіпкердің бір күндік өмірі осылай басталды дейді. Абай, сіз кәсіпкерсіз, жалпы кәсіпкердің жолындағы сізге ең үлкен бір сабағын болған бір қиын тұстар қандай кәсіпкердің өмірінде болады ғой, түрлі қиындықтар? Команда десе де күшті жұмыскерлерім болады ғой, топ менеджмент дейсіз ғой. Сол кісілермен қоштасу. Олар енді өседі, тәжірибе алады, бірақ саған келеді айтады, Абай, біз өстік, сізге үлкен рахмет, біз кету керек, біз өз бизнесімізді ашамыз, өз жолымызды ашамыз дегенде, сол кезде ол қиынырақ адамды жіберу, бірақ өзің ішінен қуанасың да, бірақ сол кезде кішкене қоштасу қиындау. Абай, сіз байқаймын, үнемі бір энергияға толып жүресіз. Жалпы мотивацияны қайдан аласыз? Мотивация бұл менің жанұям, мамам, папам, қарындасы. Отбасыңыздан демек, иә? Ал Абай, блогер болу мен кәсіпкер болудың арасында қайсысында көбірек бір жауапкершілік жүктейді? Жауапкершілік блогер болғанда өте көбірек. Сен сториске шығасың, эфирге пост жазасың, әрбір сөзіңді қаншама халық сені қарап отыр, саған сеніп отыр. Сондықтан сен халыққа шыққанда маңызды дұрыс ақпарат беруі тиіссің. Білмейтін затты білмеу керексің, өтірік алдамау керексің. Неге? Халық сеніп қалуы мүмкін. Содан мен қорқамын. Демек шынайы болу керек деп ойлайсыз? Керек, түсінікті. Ал Абай, сізге бір апта телефонсыз өмір сүру қажет болса, не істейтін едіңіз, немен айналысады? Менің арманым бір апта телефонсыз өмір сүру. Неге дейсіз ғой? Жұмыстың бәрі телефонда, бизнестің бәрі телефонда, бұл коммуникация бәрі телефонда. Сондықтан телефонда бір апта көрмеу маған бармады. Ол керек құрал, олсыз өкінішке орай сұрамын. Қазір заманның талабына сай керек нәрсе. 24-те 7, сен кәсіпкер болсаң, сен 24-те 7 связьда болуы тиіссің. Ал сіз үшін табыстың анықтамасы қандай? Ол жалпы сізге ақша ма, әлде әсер, мүмкін тек эмоция сыйлайтын бір құрал ретінде шығар? Шын айтсам, мен ақшаға жақын адам емеспін. Кәсіптің бәрі сол миссиямен, сол немен жүріп келе жатыр. Маған ең бастысы ол үйде бос отырмау, күшті қызық проекттер ашу, сол проекттерге адамға жұмыс істеу, сол маған ең бастысы. Ал жеке өмірмен жалпы жұмысты бір баланста ұстап тұру қиындық туғызбайды? Бәрі сол іздейді, work-life balance дейміз ғой, ағылшынша жаңағы тренд. Ол жоқ, шын айтайын, ондай білмеймін, мен білмеймін ба, бірақ ондай жоқ, мен оған сенбеймін. Жұмысқа кіріп кетсе, сен жұмысқа боласың. Жаңағы жеке өмір болса, жеке өмірге кіріп кетсе солай да. Демек, баланс ұстап тұрып кішкене сәл қиындық туғызады, Қиындау. Сіздер білетін болсаңыз, маған айтыңызшы. Ол қиындық туғызатыны белгілі. Жалпы қоғамдық желілерден тыс, блогер өмірден басқа Абай Алиев қандай адам? Мен қарапайым, қазақпын. Ақтөбенің баласымын, Атырауда кәсіп ашқан, Атырауда осы атымды көтерген, Атырауда оқыған. Мен осы қаланы жақсы көремін, және де осы қала мені жақсы көретіндігін мен бәріне айтамын. Сондықтан мен сондаймын. Бірақ Инстаграмда және жеке өмірде маған бәрі айтады, екі түрлі адамсың. Қандай адам? Инстаграмда андай шу бар ғой, андай мен Инстаграмда күшті кездерді көрсетемін да, және де халықтың настроениесін көтергім келеді. Жеке өмірде мен ондай емеспін, мен деген өзімен өзі, сен темесің, мен теме, сондай. Түсінікті. Ал шаршаған кезде, бір күйзеліске ұшыраған кезде сізді не құтқарып алады, немесе бір энергияңызды қалай қалпына келтіреді? Ол деген қызық факт, мен достарым айтам, олар ешкім сенбейді. Мен дорамы қараймын. Неге? Басында деген мыңдаған ойлар бар, проблемалар бар, форстың жолында. Сол кезде мен дорамы қараймын да, мен басымды не істейді. Көріп отырған жандарға бір қандай дораманы көресіз? Ұсыныс ретінде мүмкін? Жизнь дарит мандарины, деловое предложение, агентство. Осы үш дорамы маған ұнайды.
Керемет. Ал сізге бір ұнамайтын, бірақ жиі қойылатын сұрақтар болады ғой. Сол қандай сізде? Айына қанша ақша табасың? Қарызға ақша бере аласың ба? Болды. Осы сұрақтар сізді жалықтырады, ұнамайды, иә? Аха. Ал сізге саяхаттаған ұнайды ма? Қандай елдерді? Саяхаттану өте ұнайды, бірақ бизнес болған үшін сен оны көп жасай алмайсың да. Бизнестің өздерінің сезондары болады, маусымдары, иә? Пик, не сезонный, сол кезде шыға аласың тек қана. Мен де бір рет сол апрель айында бір айда 3 елде болдым. Вау, керемет. Турция, Грузия, Таиландта. Аха. Қай ел ұнады сізге? Несі? Көбірек ұнайтын Түркия. Білмеймін, бізге қазақтарға жақын сияқты. Аха. Ой жақта Европада несі мәдениеті бар, иә? Шығыс мәдениеті сол бәрі бір жерде қосылған, сонысы ұнайды маған. Түркия бір ерекше есте қалған ел болып тұр ғой деген. Иә. Аха. Кәсіпкерге бір өзіңіздің 3 кеңесіңізді беріңізші. Осымен біз сұхбатымызды аяқтасақ? Кәсіпкерге ең бастысы ол ерімдеу, уақытыңды дұрыс үнемдеу, иә, тайм менеджмент дейді ғой. И үшінші ол жаңа біз ағылшынша трендті сөз бар, multifunctional, иә. Көп функционалды адам болуы тиіссіздер. Неге дейсіздер ғой? Қазір тренд пен уақыт тез жылдамда өзгермей жатыр. Сол кезде сен тез оқу керексің да. Бүгін не сатылып жатыр, бүгін не сатылмайды, адамға не ұнайды, не ұнамайды. Соны сен тез ауыстыру керексің да өзіңді. Сондықтан тез үйреніп, сол көп функционалды кісілерді тиіс. Заман талабы. Заман талабы. Аха. Рахмет сізге абай сұхбат үшін. Сізге рахмет. Аха. Сау болыңыз. Сау болыңыз.